Құран ақылға түскен, құрметті жамағат. Құран деген нәрсе. Сондықтан мына ақылдың өзі имам Матурди айтады ғой, ширк деген нәрсе дейді, Аллаға серік қосу. Ол ақылмен харам дейді. Адамның ақылы сау болса, ақыл харам қылады дейді ширкті. Қалайша сені жаратқан нәрсеңе серік қосасың дейді. Содан кейін мынау Алладан басқа тәңір жоқ, таухид сенімі, мысалы, ол кісі айтады, ла шай'a ахсану минат таухид дейді. Қараңыздаршы. Адамның ақылы жақсы деп таныған нәрселердің ішінде дейді, таухидтан жақсысы жоқ дейді. Қараңыз. Вала арфаға қадыран бил имани бихи. Сондай-ақ сол таухидқа иман келтіруден дейді, дәрежесі қадірлі болатын нәрсе жоқ дейді бұл жердің бетінде. Міне, осы адамды ақылды адам деп атайды. Ақыл иелері деп атайды. Енді олардың істерін түсіндіреді Мұса пайғамбар. Олар жайында айтайын дейді мен. Инна хаулаи мутаббарум ма хум фихи. Бұл кісілердің дейді жаңағы табынып атқан мына мүсіндері, олардың жалпы осы ахуалының барлығы болашағы жоқ. Ертең Алла тағала жойып жіберетін өмір дейді. Қараңыз. Болашағы жоқ дейді. Неге онда істеп жатыр олар? Неге олар істеп жатқан кезде азап кеп қалмайды? Өйткені Алла тағала ғұмыр берген әркімге. Мерзімі аяқталмайынша кетпейді. Ризығы таусылмайынша тиіспейді. Бұлардың істеп отқан нәрсесінің барлығы жойылатын, болашағы жоқ нәрсе дейді. Қараңыз қалай түсіндіріп жатыр. Болашағыңызға ертеңгі біз болашақ дейміз ғой мысалы. Ол біздің пиғылымызға, Аллаға деген танымызға байланысты болашақ. Егер біз еркінсіп кететін болсақ, жақсы болашақ болмайды, ол анық нәрсе, ол қағида. Құр арманмен күтілмейді болашақ деген нәрсе. Болашақ Алладан сұралады, кешегі аяттар секілді. Иман мен тақуаты қойсаңдар, болашақтарыңды жасаймын деп отыр ғой. Егер ол болмаса, ол құр өтіп кететін мерзім келгенге дейін болды. Міне бұлардың жағдайлары сондай дейді. Бұлардың жаңа табынып атқан мүсіндері, ана жасап жүрген тауафтарының барлығы, ол жойылып кететін құрдым нәрсе дейді болашақ. Сондай-ақ олардың істеп атқан күллі еңбектері өміріндегі. Мысалы, олар тек жаңағы бұттаған айналып жүрген жоқ. Олар неше түрлі бір жақсы амалдар істеп жүруі мүмкін. Ата-анасына қарап жүр мысалы. Бір кедейге көмектесіп жүру мүмкін ішінде біреуі. Туысқандық байланысын үзбей жүру мүмкін. Бірақ оның барлығы қанша жақсылық болып саналса да, істелсе де, оның ешбіреуі Алланың разылығы үшін істеліп жатқан жоқ. Сондықтан ол жақсылықтың сыйын осы дүниеде ғана бере салады да. Баласы өзін сыйлайтын болып кетеді. Мысалы, анасын сыйлап жүрді, ертең өзінің баласы оны сыйлайды. Туысқандарлық байланысты үзбеді, туысқандарынан жақсы қарым-қатынас болады. Еңбегінде адал болды, адал табыс болады. Пара алмады, өзіне зиян жасалмайды. Осындай жасап жатқан нәрсесін бәрін дүниеде беремін де дейді. Ақыретте ше, уабатилун макану ямалун. Ақыретте істеген амал еңбектерінің барлығы заяға кетеді дейді. Негізсіз, өйткені ешқайсысы Алла үшін істелмеді. Алланы қадірлеу деген нәрсе ұғым, құрметті жамағат, осы жерде біз байқаймыз. Алла тағаланы қадірлеу деген нәрсе бар да, қастерлеу. Оның нығметін мойындау.